сонау 90-шы жылдары сыр бойы күйшілерін іздеп жазып жүрген, зерттеп жүрген кезім Ізбасар Ілияшев деген бір керемет күйші бар деді. Бұның барлығына себеп болған мына сыр бойы жыр мақамдарды нотаға түсіруден басталды. Содан бірнеше кітап шығарған кезім сыр бойында жыр күйлері бар екен деп Саида апайымыз айтып, төлеп осыны іздестіріп көш деп. Жарайды, жастау кезім енді. Барлық күйшілерден білетін күйшілерім болсаң, ешкім жыр күй білмейді, оның не екенін де мардымды ештеңе айта алмайды. Содан Жеңіс Қырымов деген ағайымыз бар тұғын, Аралдан марқұм болып кетті. Сол кісіден, аға, осы жыр күй деген бар, мен саған тартып берейін, бір-екі жыр күйді деп, ол тартып берді, оны жазып алдым, бірақ қанағаттанған жоқпын. Содан аға, енді бары осақ па, енді жарты оны тартатын адам бар ма деп, төлеп шындап іздесең, ол күйдің шебері Ізбасар Ілиясов деген кісі. Одан артық тартатын жыр күйлерін адам жоқ деді. Ол кісі қайда? Аралда. Қыстың күні, қаңтардың қақаған күндері, свет жоқ елде, айлық алмаймыз айлап. Магнитофонды алып, жарты қап қылып, жаңағы батарейлерін тез отырып қала береді, батарейлер салып алып, Арал қайдасың деп кеттім. Күн суық, қақап тұр. Іздеп таппадым, ешкім білмейді. Марқұм Мұрат ағамызға бардық, Мұрат Сыздықовқа. Ой, ол пәленбай жыл болды ғой, Шалқарға көшіп кеткеніне деді. Содан мынаны қарасаңызшы, Шалқар деген ол кезде аудан екен білмеймін, жай ғана ауыл шығар, іздеп барсам бірін танитын шығар деп, сол Аралдан Шалқарға шығып кетіп, пойызға мініп кетті. Сөйтсем, ол Аралдан да үлкен қала. Ой, пырмай, қайда келдім, қайдан табам деп, темір жол вокзалына келе жатып, бір жас милициятор екен, сержант. Айналайын, осы жерде мәдениет үйі бар ма дедім. Я, аға, бар деді. Сол мәдениет үйінен іздеп жұрттарынан сұрайын деп едім. Ізбасар Ілиясов деген күйші бар еді. Соны білетін адам бар ма екен десем, сізге мәдениет үйі керек па, Ізбасар Ілиясов керек па деді жаңа милиция. Әрине, Ізбасар Ілиясов іздеп келе жатырмын Қызылордадан. Бірақ енді білетін ешкім жоқ. Мәдениет үйі болғасын, соның сағасындағы, қасындағы адамдар біле ма деп келе жатырмын дедім. Сізге Ізбасар Ілиясов керек болса, менің соңыма еріңіз деді. Ой, жарайды. Жаңа жас жігіт темір жолды қағап кесті, қуыс қап-қараңғы бір жермен алып келе, соңына еріп келе жатырмын, қобалжып та келе жатырмын. Мынау шын милиция ма, өтірік милиция ма өзі деп. Содан біреуді есікті ашты, үйіне кіріп қалды да, папа, мына кісі сізді іздеп келе жатыр екен дейді. Сөйтсем, Ізбасар Ілиясовтың баласы екен, кіші баласы. Сол Шалқарда милиция. Ағамыз шамалы қартайыңқырап қалған кез екен, бір ұзақ науқастан төсек тартып жатып тұрған кез екен, ілмейіп қалған, жылап көрісті. Ой, пырмай, мені де іздейтін адам бар ма екен? Бар екен ғой, мені елім халқым ұмытты ма деп едім, деп көздің жасын іркіп алды. Содан әңгімені бастадық. Шай суды ішіп алып, түнімен жатып. Енді әңгімесінің барлығы дүзуді ана кісіге домбыра тартып десем, балама мен қойып кеттім ғой да, ойбай, болмайды, енді құр сөзбен кетем ба мен, қаншама жерден іздеп келдім деп. Шифонердің ішіне тығып тастаған бір кәрі домбырасы бар. Шүберек қапқа орап қойған, оны алып пернелері қисайып кеткен. Отырып екеуміз пернелерін жөндедік. Содан әлгі Ізбасар ақсақалымыз, жыр күйлері деген айналайындар, осы қайықтан тауып аласыңдар. Мен өлең айтпаймын, даусымды қоспаймын домбыраға. Сол сыр бойындағы Арал өңіріндегі жырдың барлығын жатқа тарттым. Көңіліме медет қылдым. Сол жырдың мақамдары ғой айналайын сұрап отқан, сол шығар деп, 10-нан аса жыр күй тартып берді. Ал енді одан бөлек бірнеше күйдің тарихын әңгімелеп отырып айтып берді. Әрине, кәрі саусақтың икемі аздау болып, бірақ дыбыс басы, домбыра қағысы дәл сол кезде бізді де таңдандырды. Сондағы жыр күйлердің бірі ғой.
деген қысқа қайырымдары да болды.